өтер заманы. Достар, қазір орта статистикалық кроссовердің орнына полнибак бензинмен 1000 шақырым жүріп өтетін минивэн алуға болады десем сенесіздер ме? Сенбейтін несі бар? Қарсы алыңыздар, Wuling Starlight 730 PHEV. Армысыздар, бұл брендпен де таныстыратын күн бар екен ғой. 1982 жылы негізі қаланған Wuling Қытайда мықты жетістіктерге жеткен компания. Америкалық инженерия мектебінің шекпенінен шыққан марка қытайлық технология мен массалық өндірісті ұштастырды. SAIC GM Wuling, SAIC Motor, General Motors және Liuzhou Wuling бірлестігінің нәтижесі. Автобренд ұзақ жылдар бойы коммерциялық автомобиль мен компакт минивэн шығарды. Соңғы бірнеше жылда Wuling жеңіл көлік модельдерін көбейтіп, гибрид пен электромобиль жасай бастады. Отбасына немесе достарды салып алып бурабайға тартып кеткін келеді екен. Көліктің форм-факторы, көлемі, потенциалы оған жетіп тұр. Бензинді үнемдеп отырып апарады ғой. Әрине, көптеген компромиске келісуге тура келеді. Мысалы, маған панорамалы шатыр, адаптивті круиз-контроль, проекция, массаж жетіспейді. Егерде бұл функцияларды қажет етпесең, тиын ұтасың. Starlight 730 появился в конце прошлого года. За ним уже выстраиваются очереди. Сегодня мы детально разберем, почему этот минивэн стал настоящим хитом, из чего состоит его гибридная система и стоит ли его покупать. Ой. Габариті таңғалдырады. Ұзындығы 4910 мм. Дөңгелек базасы 3 метрге жуық. Дәл осы модельдің автоматты есігі кайф. Артыңнан шұбырып жүретін қанішерлермен сауда орталығына барсаң, есікті қатты ашып, басқа машинаны зақымдай мекен деп қорықпайсың. Isofix бала креслосында орнату оңай. Айтпақшы, шанақтың 75% жоғары сұрыпты болаттан жасалған, бұл қауіпсіздік үшін өте маңызды. Ағайын, еркін жүріске минималды кіру билеті 150 жылқы деп айттым ғой. Мұнда 200-ге жуық, дәлірек айтқанда 197. Бірақ та электромотордың арқасында ол мүлдем басқаша сезіледі. Моменті моментальный. Бәрекелді. Электромотор жұмыс істеп жатыр. Оған генератор ретінде жұмыс істейтін ТВС қуат беріп жатыр. Егер қалада үнемі 60-65 пен жүрсең, искейді ғой бензинді. 4,5-ға дейін түсіріп тастайсың көрсеткішті. Салонға көшейік. Отырыс формуласы түсінікті. 2-2-3. Минивэн үшін ең тиімді компоновка. Жүргізушінің алдында 9 дюймдық саймандар панелі, ортада 12,8 дюймдық экран. Материалдары өте жақсы. Таңғалдым. Мультирульдің оң жақтағы түймесі әуенге, сол жақтағысы климат контрольға жауап береді. Қызық екен. Консольда телефонға 2 орын, біреуі сымсыз қуаттайды. Ұсақ түйекке де қуыстар жетеді. Алдындағы электронды блок таза климат контрольға жауап береді. Авария батырмасы ортада. Кондиционерді мультимедиа арқылы да реттеуге болады. Ұқтыңыздар ма? Түрліше салқындата аласың да өзіңді. Түрліше. Камераның көрсетілім сапасы бағасына сай. Супер емес. Автомобиль баптауындағы түймелер тексерик. Эко, стандарт, спорт бұл жүріс режимдері. Күштік агрегаттың жұмыс істеу режимін таңдау бір бөлек әңгіме. Принудительное бірдеңе деп қойған. Приоритет электроэнергия түсінікті. Масляно электрический. Окей. Приоритет использования. Астындағы жазу оқылмайды, бірақ төбесінен топливо деген жазуды оқып тұрмын. Примерно интуитивті осын таңдасаң, ДВС арқылы жұмыс ету деген режим. Мына функцияның жай ғана бар болған қуантады. Меңгерік салмағының 3 диапазоны бар: жеңіл, орташа және спорт. Starlight 730 PHEV-ге мінгендегі алғашқы сезім тыныштық пен жұмсақтық. Машина электромотордың арқасында орнынан жылдам қозғалып, дыбыссыз ұзап кетеді.
Адым алмастыру, аңырау, қиналу деген атымен жоқ. Динамикасы қалада бастан асады. Көліктер арасында еркін қимылдайсың. Ең әдемі жеріне келдік. Мұнда Линши PHEV деп аталатын фирмалық гибрид системасы орнатылған. Ол неден тұрады? Құрамында 1,5 литрлі атмосферлі қозғалтқыш пен электромотор. Системаның жиынтық күші 197 арғымақ. Жоғарғы айналымдағы моменті 230 ньютон метр. Тартысы бір адымды редуктор арқылы алдыңғы жетекке беріледі. Практикада қалай? Қалада үнемі электр қуатын тұтынасыз. Еденнің астында 25 киловатт сағаттық литий темір фосфат батареясы. Жүріс қоры CLTC бойынша 125 километр. Егерде күндізгі маршрутыңыз үй, жұмыс, балабақша үй болса, бензин кетірмейсіз. Кешке қуаттауға қойдыңыз, күндіз шаруалармен шапқылап кеттіңіз. Ал егер батарея отырса, ДВС қосылып генератор ретінде жұмыс істейді. Толық пак бензин және аккумулятордың жиынтық жүріс қоры 1100 километр. PHEV. Жаттап алайық, алдағы 20 жылда бүкіл әлем осы 4 әріптің айналасында дамиды. Достар, аспасы максималды комфортқа бапталған. Жолдың ұсақ тігістерін, асфальттың қотырын Wuling жұтады. Әрине, жоғары жылдамдықта бұрылысқа кіргенде шалқаятыны бар. Физиканы жеңе алмайды ғой. Бұл спорттық седан емес. Ал шумкасын трассамен қалада тексердім, оннан 7 балл берем. Меніңше өте әділетті баға. Құны космосқа шарықтаған жапондық брендке қарап, қазіргі заманда жақсы минивэн арзан тұрмайды деп қоясың ғой. Атаң басы. Wuling Starlight 730 стереотипті сындырды. Бағасын естігенде приятно таң қаласың. 12 миллион 400 мың теңге. Қайдан алуға болады? Maxcar компаниясы Wuling брендінің Қазақстандағы ресми дилері. Сауда нүктесі Алтын Орданың жанындағы іргелік кольцосында орналасқан. Өзбекстандағы әйгілі Damas 2 негізінде Wuling Hongguang V акция бойынша бағасы 7 миллион 777 мың. Модельдер жайында кредиттік бағдарлама туралы толық ақпарат керек пе? Бекітілген комменттегі нөмірге хабарласыңыз. Өлә, мынау кәдімгідей қызықтыратын баға. Анау қытайский Hyundai Q-Stin 14 миллион тұрады. Ода гибрид системасы бар ма? 100-ге 4,5 литр жей ме? Үшінші қатарында тіпті ересек адам сыймайды ғой. Расход жатам, онда айтам. Жолға шықпай тұрып, батамен бак толып тұрған. Аралас циклда 100-ге сұйық отын тұтынуы 5-те 7, 5-те 8-ді көрсетіп тұр. Меніңше 7 орындық орта көлемді минивэн үшін феноменалды көрсеткіш. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Дизайны қорқынышты деп айта алмаймын. Керісінше, сүйкімді. Күрделі геометриялық формалардан құралған қап-қара радиатор торы, күндізгі жүріс шырағы LED, негізгі оптика диодты. Етегінде хром деталь. Артыда жинақы көрінеді. Кішкентай спойлері бар. Стоп шырақтары LED. Бір сөзбен сұлбасының суретіне 10-нан 7 ұпай берем. Жаман емес. Оң жақтағы есік электро жетекті. Бұл көліктің құрметті жолаушылары екінші қатарда отырады. Жеке климат контроль, шынтақ тіреуіш, 2 бөлек капитандық орындықтар. Вентиляция болмаған соң толыққанды капитандық орындықтар деп айтуға келмейді. Кемінде старший лейтенантский ғой. Өз артында өзім жайғастым, 3-ші қатарда ересек адам қысылмайтыны ұнады. Анау сияқты бір USB порт орнатылғанда қатып кетуші еді. Барлық орындықтар қақшиып көтеріліп тұрған кезде жүк салғыш көлемі 315 литр. Бір чемоданмен 2 рюкзак қой. Әгер әкей шағын габаритті жиһаз тасымалдаймын десеңіз, Magic Fold әдісін қолданасыз. Сол кезде сыйымдылығы 1202 литрге айналады. Зор ма? Альфард, Сиена, Эстима, Одиссей деген легендаларды жақсы білеміз. Неліктен қазақтар MPV жақсы көреді? Түсіндірейін. Өйткені өскен халықпыз, демографиямен бәрі Құдайға шүкір. Бұл тенденция ешқашан өшпесін деп тілеймін. Сол себепті нарықта қол жетімді минивэннің көп болғаны біз үшін маңызды. Бұл дүнияда идеал адам да көлікте жоқ. Минустары туралы сөйлессек, неге тек қана моно жетек? АВД қайда? Екіншіден,
мультимедиа, софты, графикасы, шрифті талғампаз қазақтарға ұнамайды 100%. Үшіншіден, клиренсін неге кішкене көтермегенсіздер? Ең төменгі нүктесі 160 мм-де. Бампер мен бордюрді іліп кетсең, ол жыртылса, бөлшекті қайдан табамыз? Таза асфальтқа арналған машина ғой, бір сөзбен оффроудқа шыға алмайсың. Көлікті біраз айдап мынандай ой қорытынды туды. Starlight 730 PHEV деген қолжетімді бағамен соған сай сапаның балансы болып тұр. Егер де ұрылған, рөлі ауыстырылған ескі көлік алғың келмесе, немесе қымбат жаңа автомобильге ақшаң жетпесе, дәл орта тұсында осыған дөп тиесің ғой. Ну чо, жігіттер, қорытынды мынандай. Wuling Starlight 730 PHEV өзінше болып көрінгісі келмейтін, қызметін адал атқаратын қарапайым отбасылығы жігіттер сияқты. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Ертеде ел жұрт бұл машина туралы ештеңе білмейтін. Қараңыздар, қанша ақпарат бердім. Амандықта жүздескенше арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.